Жарты бақыт. Авторы Әлсейіт Ақпанбетұлы. Жыл 12 ай кітабынан алынған. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Самат әжесіне хат жолдағанмен көңілі күпті болып жүрді. Соншама зор көрген әжесін көкесі мен апасы тыңдады ма? Екеуі айырылысты да тынды. Бірі басқа әйел алды, екіншісі басқа күйеуге тиді. Олардың несі кетті? Көресіні бұл көрді. Есі кіріп қалған ұл бөтен жерді жерсінер емес. Ойда жоқта үлкен кісіге хат келді. Немересінен екен. Оқып көзінің жасын сығып алды. Жалғыздан жалғыз сопайып отырып боздады. Кісі қартайған соң сөзінің нәрі болмайды екен-ау. Өзінің шерменде халге түскеніне қараптан-қарап ызасы келді. Айтқаның қанаңды жарып шыққан ұлыңа өтпегесін не шара? Заман бұзылды ма, адам бұзылды ма? Ай орнында, күн орнында. Сонда бұл не бетімен кеткендік? Өзімді өзім мүжігеннен ештеңе өнбес. Тірі тұрғанымда қоңыр қозымды кім көрінгенге телмеңдеткенім жарамас. Екі көзі төрт болып жолыма қарай жүрген шығар. Жүдеп жадатпайын қарағымда, ең болмаса өлгенімше қасымда болсын. Буыны бекіп, бұғанасы қатайса, ешкімге есесін жібере қоймас. Қария ұлын шақыртты. Есіктен екі иіні түсіп, қабағы қату кірген баласына дүрсе қоя берді. Я, мырза жігіт, алдымды кесіп өтпейтін келінімнен безгенде не таптың? Ай десе аузы, күн десе көзі бар кереметіңді де көрдік. Мықты екен. Баласын шешесінен айырып алды. Мынау менің отырғаным, қу тіземді құшақтап. Құдай жалғыз, мен жалғыз. Балалы үй базар, баласыз үй мазар деуші еді. Садаған кетейін бұрынғылар. Отырмын қу молада байғыз ұқсап. Маған балтай-шалтайдың керегі жоқ. Саматымды әкеп бересің бе? Әлде кісі есігінде құл болып жүрген бе? Осы ойыңда не бар? Айтып өлтірші, деді. Апа, өзіңнің барғаның дұрыс шығар. Менде Мақпалға қарайтын бет жоқ, деді ұлы. Солай де, бар бәле өзіңнен екен ғой. Кім біліпті? Енеден ала да туады, құла да туады. Бет моншағың салбырап тұрса қайтеміз? Бұл бас не көрмеген бас, тонымды шешіп алып қалмас, деді. Сәлден соң басы салбырап, баласы үйден шықты. Ұлы ана қатайып алған, әлденеге бекінген сыңайлы. Екі көзі бір нүктеге қадалып қалған, тас түйін боп өз ойымен отыр. Самат мектептен оралған бойда пошта жәшігін қарағыштайды. Одан ештеме таппаса, көңілі су сепкендей басылып, ұнжырғасы түсіп, ойға беріледі. Хат-хабарсыз-ақ әжемнің өзі жетіп келер ме екен? Бірақ кім біледі? Апам мен көкемді біріктіре алмады ғой. Бұл жақтан мені алып кете алар деймісің? Соншама мүсәпір болғаны ма? Осы үлкен кісілерді түсіну қиын. Олардың істеген ісіне ми жетпейді. Бізге ақыл айтқанда қандай? Бәрін біледі. Жасаған кейбір шаруасына қарасаң, қарның ашады. Ол шаруаларың теріс екенін бала мен де біліп отырмын, деп өз ойымен өзі болады. Сағыныштан сарғайып жүргенінде Самат үлкен қуанышқа кенелді. Әжесі келді. Жаңа ғана автобустан түсіпті.
Саматын құшағына алды, бетінен қайта-қайта сүйді, басынан, шашынан иіскейді. Жаулығының бір шетімен көзін сүрткіштеп қояды. Бір кезде үлкендер жағы басқа бөлмеге кіріп кетті. Ұзақ дабыр-дұбыр әңгімелесті. Самат олардың не деп жатқанын естіген жоқ. Өз бөлмесінде отырды. Сәлден кейін әжесі мұның қасына келді. «Айналайын құлыным, кейін үйге қайтамыз», деді. Саматтың қуаныштан жүрегі дүрс-дүрс соқты. Жалма-жан оны-мұнысын жинастыра бастады. Апасы бір чемоданды әкеліп, ішіне ұлының киім-кешегін реттестіріп салып жатыр. Кештетіп әже мен немере автобустан түсті. Ұлы ананың бір қолында чемодан, бір қолы Саматтың қолында. Екеуі де мәз-мейрам. Самат осы күнге дейінгі көрген-білгенін, бастан кешіргенін шетпұшпақтап айтып келеді. Аузы тыным табар емес. Әжесі үнсіз құлақ қояды. Ара-тұра кішкенесін айналып толғанады. Көңілі жарым. Бақыты да бүтін емес. Жарты ма қалай? Құлдыраңдаған құлынымен қауышып, арқа-жарқа болғанмен әлі де бірдеме жетпей тұрған сияқты. Соңы